Қайырлы күн достар, бүгін өте жұмсақ болып шығатын, пеште пісетін пирожки жасайтын боламын. Каналымызға қош келдіңіздер, тіркеліп лайк баса отырыңыздар. Алдымен өлшенген жылы сүтімізге дрожь, тұз, қант, жұмыртқа, ертілген сары майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан салып отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Бетін жауып, жылы жерге көтерілуге жібереміз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындайтын боламыз. Тазаланған картоптарымызды турап, суын құйып, тұз салып, газға қоямыз. Пюреміз дайын болғанша пиязды майдалап, турап, тұз, бұрыш салып, майға қызарғанша қуырып аламыз. Дайын болған қамырымызды бірдей етіп өлшеп, бөліктерге бөлеміз. Бетін жауып қоямыз, шетінен алып, пирожкилерімізді түйетін боламыз. Түйілген пирожкилеріміздің бетін жауып 10-15 минутқа көтерілуін күтеміз. Содан кейін бетіне жұмыртқа жағып, қалауларыңызша кунжут немесе мак сеуіп әсемдесеңіздер болады. Алдын ала қыздырылған ыстық пешімізге салып пісіріп аламыз. Дәл осы рецептпен пісірсеңіздер 19 пирожки шығатын болады. Оп-оңай жасалатын пирожкилеріміздің рецептісі керек болса, толығымен описаниеда жазылып тұрады.